Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Айманды алды да Тоқаев бір уыс чөп беріп сатып алды. Мәх деді. Анау тартаңдаған ешкі құйрығын бұлғаңдатып Тоқаевтың ана шөбіне жаңа бір уыс роза гүліне алданды. Ол онсыз да сатылайын деп тұрған. Оған бір уыс роза гүл емес, оған бір сасық шөпті берсең де алданайын деп тұрған ол. Онсыз да жаңағы жезөкше адам, онсыз да жаңағы сұмырай адам. Сөйтіп ол Тоқаев гүл ұсынған кезде естен танды қиялдап. Тоқаевтың тоқалы боламын ба, жоқ бір министр боламын ба деп қиялдап, әгі гүлмен бірге ол 50-ден асып 60-қа таяған жасын ұмытып, көзін ары қаратып, жаңағы жасанды кірпіктерін ары төңкеріп, бері төңкеріп, ұрғашы маймылдың гормоны тасып бітті ол. Ол қиялында Тоқаевпен талай рет төсектес болып қойды ол. Тоқаевпен енді қиялдап, сөйтіп қиялданып кетті, оның гормоны тасып жүреді өзі. Жай кезде еркек көрсе, мына ерінімен еркекті көрсе болды, ердің кигізтіп ала жаздап, ол сөйлескенде өзі қашып сөйтесің өзі. Сондай өзі бір жері бірдеңе жетіспей қалған адам жас күнінде дұрыстап витамин жетпей қалған ба, кәртейгенде сол жетпеген витаминін толықтыра алмай жүрме, бірдеңесі кем әйтеу. Еркек көрсе бақыласаңдар, былай сөйлеседі, өзі бүйтіп қашасың өзі, иманымнан айырылып қалмайын деп қашасың. Сол ұрғашы маймылмен ана еркек маймыл бірігіп енді комиссия құратын болыпты. Енді қазағым, ойлаңдаршы, ол комиссия не шешеді? Ол алады да жаңағы билікпен келіссөз жүргізеді. Бол биліктің тапсырмасын орындайды. Ол билікпен келіссөз жүргізетін дейді, олардың несі жоқ. Сөйтеді аналарға айтады, қолдарынан қолқат беріңдер, қылмысты мойындады, сосын кешірмедік, 1 жылға, 2 жылға жаңағы шартты жазамен, условно отырасыңдар, бірақ қылмыстарыңды мойындайсыңдар дейді. Биліктің талабы да сол, қылмыс істеген, біз оларға амнистия, яғни кешірім жарияладық дейді. Онсыз да түрмеде әбден таяқты жеп, жаңағы бауыр бүйрегі кеткен, іштен тепкіленген, қолдан асып қойған, жаңағы неше түрлі адамның ақылы бармайтын сұмдықтарды жасаған, ол ұру соғу, физикалық ұру деген емес. Ана артқы тесіктен анустан тіпті мұз тығады. Кәдімгі қатырылған мұздар болады, артқы тесіктен тығады. Сосын ол ериді. Ол ерігеннен кейін ана шектің бәрі бітті кетеді ары қарай. Сапсау адамды да геморрой жасайды. Сөйтіп быт-шытын шығарады, ішкі ағзаның шығарады. Оны ешкім дәлелдей алмайды. Оны ешкім дәлелді. Сол әбден қорлық көріп, жүйкесі жұқарып отырғандар алады да болды. Егер тек мені соттамасаң болды дейді, қылмыстарын мойындап, жаңағы жасамаған жасадым дейді, өртемегенді өртедім дейді, өлтірмегенді өлтірдім дейді, өртті де қойдық, өртедік, анау мынау деп бәрі мойындайды да қол қояды. Сонымен әгілер условно алып 1 жыл 2 жылға шартты жазамен шығады. Ал билік міне мынаның бәрі өзі мойындады, міне қолы, міне видеосы деп батыстың алдында ақталады. Керісінше сол билік міне мына қалың қылмыскерге амнистия жариялап біз кешірдік дейді. Бұлар сол делдалдар, биліктің делдалы. Абзал Құспан деген өңкөй парақор шенеуніктерді жаңа ақтайтын адам. Сөйтеді де анау $100 миллион жеп алғанға айтады. 20 миллионды маған бер, 20 миллионды судьяға, 20 миллионды прокуратураға, 20 миллионды полицияға дейді. Сөйтеді де жаңағы 100 миллион жегеннің жаңағы 80 миллионын бұлар тонап алады да, сосын өзіне 20 миллион қалтырып, әгі парақор шенеунік қашып құтылады ең соңында. Немесе басқа бір облысқа барып бір жерде отыра қояды. Абзалдың істейтін тірлігі осы. Оның маған жасаған иттігіне мен міне куәлік етем Алланың атыменен. Маған жасаған иттігіне, Сайрагүлге жасаған иттігіне. Мен сол Сайрагүл Сауытбайды қорғаймын деп түрмеге отырдым. Оны сол кезде мені тұтқындағандар айтты. Мен бұны Америкаға барып айтқам жоқ. Астанада үйғамақта отырған Астанада сотымды айттым. Менің сотымның видеоларын көр. Неге тұтқындалдың дегенде, сен Абзал Құспанды адвокаттан қалтырып, Сайрагүлдің адвокатын ауыстырғаның үшін тұтқындадық сені деп айтқанын мен айттым. Сол Астанада сот залында отырып айтып тастадым. Сенбесеңдер көріңдер. Айман да Абзал да қып-қызыл тиембінің иті. Оған сеніп комиссия жасадың ба? Баладарың, бауырларың, ағаларың бәрі қылмысын мойындап шығады. Мынау Айман Омарова, мына Қайша Ақан қызын орысша білмейтіндіктен пайдаланып, делосында қылмысымды мойындаймын, біле тұра шекараны заңсыз бұздым дегенді мойындатып қойған. Сөйтіп өзін-өз қылмыскер қылып жасаған Қайша Ақан қызын. Қайша Ақан қызының делосын сағыздай созып, міне әлі шешілмей жатқаны сол. Ең соңында делосын лақтырады, бар серік жаныңа, бар ата жұртыңа деп. Міне, анау Салтанат Құсман қызын 8 жылға соттатқан осы. Салтанаттың соты күні 1 күн бұрын, 2 күн бұрын Салтанат Құсман қызына, Бағдат Құсман қызына жылап, еңіреп отырып, айналайын Айманнан бас тарт деп тұрып сөйлеген аудиом бар. Соттан кейін жарияладық.
Сол сотта отырады да албат отырып Болат Назарбайға шаптығады. Болат Назарбайдың Салтанат Құсманқызына, оның делосына, тұтқындалуына не қатысы бар? Не оны айтпайды, не дәлелдемейді. Албаты Болат Назарбаевқа шаптығады. Ал Салтанат Құсманқызы неге соттатты? Қытайдың Қазақстандағы компаниясы, жаңағы Асай компаниясы Чаңуэй Айманға мә деді. 30 мың доллар ма, 50 мың доллар берді, болды. Ол көп көрім оның алдында сәл бұрын ғана ақталып шыққан, бүкіл қылмысы жаңағы дәлелденбеді деп қылмыссыз кінәсіз болып ақталып шыққан Салтанат Құсманның үстінен қайтадан сот қозғалды. Неге? Айманды сатып алды, прокурорды сатып алды, судьяны сатып алды. Сөйтті де айдаладағы Салтанат Құсманның үстінен Қазақстанның бас прокуроры арыз жазып, ақталып шыққан Салтанат Құсманды енді үкімет тарапынан қайта соттайды. Одан бұрын сотталса Чаңуэй соттатқан болады. Қазір оны үкімет соттатқан болады. Сөйтіп ақталып шыққан Салтанатты қайтадан соттататын спектакльді ойнаған Айман Омарова. Соның лекциясын менің мына қазір астына сілтемесін салыңыздар, білетіндер. Салтанат Құсманқызын сөйтіп 8 жылға соттап жібергеннен кейін жаңағы менің жалынып тұрған аудиомды салдым. Өзімен сөйлесем, айналайын, ей Салтанат Құсманқызы, сені Қытайдың қатыны Чаңуэй, ана екі қол қазақтың қанына малынған, ана Жакулиннің келіні, Жакулин өзі қазақтың қанына екі қол малынған, Оспан Батырды Қытайға тұтқындап беріп, Қытай коммунистерінен сыйлық алған Жакулин. Анау Шыңжаң университеті менен жаңағы Мед университеттегі бүкіл қазақтың, ноғайдың, татардың зиялыларын, ұйғырдың зиялыларын соттатқан Жакулин, ол Әнуар Жакулин деген. Сол Әнуар Жакулин Қытайдың иті, көк тудың желбірегені деген әнді жазатын анау кім еді? Алмас Ахметбек сол Жакулиннің өліміне аза білдірейік деп Салтанаттың сотында ана айдалада Қытайда өліп қалған Жакулинге тәуелсіз Қазақстанның сотынан аза білдірткізеді. Ана көк тудың желбірегені дегенді жазған анау сатқын Алмас Ахметбек деген сұмырай бар. Алмас Ахметбекті ойбай көк тудың желбірегені десе бәрің мәз боп ойбай отаншыл екен демеңдер. Алмас Ахметбек сол Қытай қатын Чаңуэйдің шабын жалап байыған сұмырай олда. Ол да сол өзінің немере қарындасы Салтанат Құсманқызын соттатқан. Сол ең соңында сол Айман Омаровасы бар, жаңағы Алмас Ахметбегі бар, көк тудың желбірегенін жазған. Жаңағы қалың парақоры бар, шарақоры бар, Чаңуэй бар, сол ең соңында Салтанат Құсманқызын соттатады. Салтанат соттап жібергенге дейін, ертең соты болады дегенге дейін Бағдат Құсманқызымен Салтанатпен телефонда сөйлесіп жыладым, көзімнен жас шығып жыладым. Ана сұмырай Айманнан бас тартыңдар дедім. Бас тартпай қойды. Бас тартпай қойды. Ана Қайшақанды менен Бағдат Құсманқызын ертіп апарып Шыңғуат Байжанға кезіктіріп, екеуіңді Айманнан бас тарт дедім. Ол оқиға қайда? 1 жыл бұрын. Мен өзім пробациялық бақылаудағы кезім. Екеуі де бас тартпай қойды. Ең соңында Бағдат Құсманның сіңлісі Салтанат Құсман сотталды. Қайша Ақан ең соңында Айман сағыздай созып, ең соңында барар жер басар тауы қалмағанда қайтадан Атажұртқа келді. Серікжан аға деп жылап еңіреп Ақкентке келді. Содан кейін ол Қайша Ақан қызына қайтадан Абдолла Бақберген деген ақсақалды ағамызды адвокат қылдық. Көк тиын бермей, көк тиын төлемейміз, жол іштенге. Міне, сөйтіп Айманнан қалған Қайша Ақанды ақтап ең соңында босқын мәртебесін алып берді. Міне, сол Айман Омарова қазақтың қанша қызын обалды қылды. Салтанат Құсманды 8 жылға соттатты. Қайша Ақанның ісін созды, өзін қылмысты қылып мойындатып қол қойғызып қойды. Міне. Ал Абзал Құспанның мені соттатқан және Сайрагүлді Қытайға қайтармақ болған жоспарын әшкерелеген, мені соттатуға жанталасып Серікжанның үстінен арыз жазыңдар деген үнде ол тұр. Маған қарсы жазған посттары ол тұр. Сондықтан бұл сұмырайлар құрған комиссияға сенсеңдер, бүкіл тұтқындалған ағаларың, балаларың, інілерің сотталып қамалып шығады.